Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздің тақырыбымыз бұлшықеттер. Соның ішінде олардың физиологиялық қасиеттері, қаңқа бұлшықеттерінің жиырылу түрлері, еттің жалпы жиырылу режимдері, оптимум және бесимум тесіркендіргіштің әсері және механизм жиырылумен және босаңсудың. Одан бөлек бұлшықеттің физикалық қасиеттерінің көрсеткіштері, соның ішінде күш, жұмыс. Және соңғысыр ол бізде қажу туралы біз сәйкесінше бүгінгі сабақта қарастырамыз. Енді жалпы бұлшықеттердің морфологиясы, яғни гистологиясы бойынша біз оларды көлденең жолақты және бірыңғай салалы деп бөлеміз. Көлденең жолақты бұлшықеттердің көлденең исчерченность, яғни жолақтары бар, и одан бөлек солардың құрамдарында жолақтардың бойында ядролар бар екенін білеміз гистология сала бойынша. Ал бірыңғай салалы оларға құрылысы мүлдем өзгешелеу болып келеді көлденең жолақты қарағанда. Енді көлденең жолақты бұлшықеттердің өзімізше қаңқа бұлшықеттері және жүрек бұлшықеттері. Қандай айырмашылықтары бар? Көлденең жолақты бұлшықеттердің ішінде қаңқа бұлшықеттерді біздің еркімізге, яғни санамызға бағынатын бұлшықеттер саналады. Қолды қозғалту, кеңістіктің ішінде ауыр затты көтеру сияқты соның барлығы бізде қаңқа бұлшықеттердің арқасында жүреді. Ал жүрек және бірыңғай салалы бұлшықеттер ол адамның санасына бағынбай, бірақ та парасимпатика, асимпатикалық жүйке жүйелерінің әсерінен өзінің қызметтерін өзгеріп тұратын бұлшықеттер қатарына жатқыздырылады. Көлденең жолақты бірыңғай салалы бұлшықеттер қатарына түрлі сфинктерларды жатқыздырамыз, яғни мысалы дейік бір тер бездері дейік, тер бездерінің сыртқа шығартатын түктері бар, сол түктердің ашылып жабылуына осы бұлшықеттер қатысады. Немесе ас қорыту жүйеміздің ішінде асқазан мен 12 келешекті байланыстыратын пилорикалық сфинктерді де сәйкесінше еске түсірсек болады, мысал ретінде алсақ болады атқаратын қызметтеріне. Одан бөлек осы бұлшықеттердің бірнеше ерекшеліктері бар бір-бірінен. Мысалы, қаңқа бұлшықеттерінің абсолюттік рефракторлық кезеңі қысқа болып келеді қалған бұлшықеттерге қарағанда. Мысалы, жүрек бұлшықеті осы бұлшықеттердің арасында абсолюттік рефракторлық кезеңі өте ұзақ, яғни өте ұзақ уақытқа созылатын болып келеді. Қысқа болады, оның өзі салыстырмалы түрде кіші болады сәйкесінше. Қозғыштығы жоғары болып келеді, оның қозғыштығы сәйкесінше әлсіз болып келеді, ал бірыңғай салалы бұлшықеттері қозғыштығы өте төмен болып келеді. Осындай айырмашылықтары бар осы бұлшықеттердің арасында бір-бірінен. Келесі біздің сұрағымыз қаңқа бұлшықеттерінің жиырылу түрлері. Жалпы қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуының 3 түрін белгілі: ауксотоникалық, изотоникалық және изометриялық. Ендеше изо деген жалғау не білдіреді? Изо деген өзгермейді деген сөз, яғни өзгеріссіз. И соның ішінде жалғаулар тоникалық, метрия. Тоника ол тонусы сәйкесінше өзгермейді деген сөз, изотоникалық болса. Изометриялық деген сөз, значит бұлшықеттің ұзындығы өзгеріссіз деген мағынаны білдіреді. Ендеше осы екі сөзге тоқталған соң осыдан көшейік. Изотоникалық. Изо өзгеріссіз, тонусы өзгермейді. Яғни, көріп тұрғаныңыздай, бұлшықеттің осы бір бұлшықет ойлайықшы, бір бицепс. Бицепс деген бір мысал алайықшы бір бұлшықетті. Сол бұлшықетті қарасаңыз, оның тонусы өзгермеген мұнаған қарағанда. Бірақ та оның ұзындығы қалыптыдан қарағанда қысқарған. Сол үшін ол бізде изотоникалық. Яғни тонусы өзгермейді, бірақ та оның ұзындығы өзгергенін көрсетіп тұр. Сондай сияқты изометриялық. Изометрия. Изо өзгеріссіз, метрия ұзындығы өзгеріссіз. Көріп тұрғандай қалыптыға қарағанда оның ұзындығы өзгерген жоқ, бірақ та тонусы өскенін көрсетіп тұр. Соның ішіндегі соңғысы ауксотоникалық. Бұл осы екеуінің қосындысы десек те болады. Өйткені бұлшықеттің ұзындығы да және тонусы да өзгеріп тұр. Соған байланысты ауксотоникалық деп аталады. Енді осы әр белгіленген жеріне мысал келтірсек, мысалы, ауксотоникалық ол біздің кәдімгі жүрісіміз ауксотоникалыққа сәйкес келеді. Адам жүргенде аяқтары
жиырылу керек, біріншіден тонусы жоғарылау керек и қысқару керек. Жалпы санның бұлшеттер солай жұмыс істейді адам кәдімгідей жүру үшін мысал ретінде. Изотоникалық біз бұлшеттеріміз қысқарады, бірақ та тонусы өзгермейді. Соған біз бицепс, яғни бицепсті мысал ретінде аламыз, гантельді алдық, біз оны сәйкесінше өзіміздің қолымызға алдық та біз оны көтерсек, біздің бұлшетіміз қысқарады, бірақ та тонусы қатты өзгермейді десек те болады. Мысал ретінде біз ол изотоникалыққа жатқызамыз. Изометриялық сәйкесінше ешқандай оның ұзындығы өзгермейді, бірақ та тонусы жоғарылайды. Оған мысал ретінде белгілі бір адамның денесін белгілі бір қалыпта сақтауын кезінде болатын жаттығуларды айтсақ болады, яғни афганская планка, сондай сияқты жаттығуларда осы жиырылу түрі тән болып келеді, изометриялық. Келесі сұрақ, ол бізде бұлшеттің жиырылу режимі, оптимум және пессимумға тоқталамыз. Ендеше, жиырылу режимінің екі түрі бар. Жеке жиырылу және сіресіп жиырылу. Жеке жиырылуы деп біз бұлшеттің бір тітіркендіргіштің әсерінен жиырылып босаңсуын атаймыз. Ал сіресіп жиырылу деп біз үздіксіз, яғни бір ырғақпен, бір жиілікпен әсер ететін тітіркендіргіштің әсерінен бұлшеттің босаңсымай, сол жиырылуларды жинап, бір үлкен үздіксіз жиырылуға айналуын біз сіресіп жиырылу деп атаймыз сәйкесінше. Енді жеке жиырылуы өзі үш кезеңнен тұрады. Көптігіңізде бізде латентті кезең, жиырылу және босаңсу. Жалпы осы жиырылу режимі тек қана бір бұлшетке тән, ол біздің жүрек бұлшетіміз. Себебі оның абсолюттік рефракторлық кезеңі ұзақ болғандықтан, ол сәйкесінше қаншалықты біз тітіркендірсек, абсолюттік режим соншалықты ұзақ болғандықтан, ол жиырылмайды қайттан. Ол босаңсып үлгеріп, сосын ғана жиырылады сәйкесінше. Енді латентті кезең мен жиырылу және босаңсу кезінде не болып жатқанына тоқталып кететін болсақ, егер де механизміне тоқталып болсақ, латентті кезең не үшін латентті кезең болады, сосын ғана. Өйткені бұлшет жиырылу үшін біріншіден саркоплазма, яғни жасуша бар, жасушаның ішінде плазма бар ғой, сол сияқты бұлшетті жасуша деп елестесек, оның саркоплазмасына кальций түсу керек. Латентті кезеңде кальций иондары саркоплазмалық ретикулумнан саркоплазмаға бөлінеді. Жиырылу сатысы. Ол кезде актин мен миозин сәйкесінше байланысады, и актин миозиннің бойымен сырғиды, сон тартылады, сон бойымен жүреді. Ол бізде жиырылу сатысы. Босаңсу, актин мен миозин сәйкесінше бастары бір-бірінен үзіледі. Осы босаңсу сатысына сәйкес келеді, сәйкесінше. Көп тұрғындарды босаңсу. Енді сіресіп жиырылу, оны біз тағы да екі жіктеулері бар. Бірінші жинақтау. Жинақтау дегеніміз, біз басына айттық қой, сіресіп жиырылу дегеніміз, ол бұлшеттің бірнеше тітіркендіргіш әсер етірді, бір ырғақпен немесе жиілікпен, соның барлығы қосылып, яғни жиналып, сосын үлкен бір үздіксіз жиырылуға айналу депші. Соған байланысты жинақтау бар, келіп жатқан импульстарды жинақтауының өзі толық және шала деп екіге бөлінеді. Міне осы графикке қарап көрсек те болады. Бірінші тітіркендіргіш әсерін тигіздірді. Міне бұлшет жиырылайын деп отыр. Ол жиырылып та үлгермей, тағы да бір тітіркендіргішті әсерін тигіздірді. Соның әсерінен шыққан тітіркендіргіштердің, яғни шыққан әсер еткен тітіркендіргіштердің нәтижесінде бұлшет бастапқысынан күштірек жиырылады. Осы бұлшеттің жинақталуына байланысты. Егер де жинақталу бұлшет босаңсымай тұрғанда жинақталса, яғни бұлшет жиырылды, босаңсы деді, бірақ қайттан сәйкесінше бір тітіркендіргіш әсерін тигіздірді, бұлшет қайттан жиналып болды, сосын ғана
ол бізде толық болады. Яғни егер бұлшет босаңсып үлгермей қайттан тітіркендіріп, сәйкесінше бұлшеттің сигнал жинақталуы жиырылу кезінде болса, жиырылу сатысында, онда бұл толық болып саналады, толық жинақталу. Ал егер де, мысалы, осы графикаға міне тітіркендіріш әсерін тигіздірді, бұлшет жиырылды, босаңсу кезінде қайттан тітіркендірілсе, онда ол бізде шала. Өйткені алдыңғы бұлшеттің жиырылуын жинай отырып жиырылса, онда ол шала жинақталу деп аталады. Енді бұлшеттің жиырылуының күші неге тағы байланысты? Тағы бізде тісті және жайпақ. Ол біздің тітіркендіретін бар ғой. Соған байланысты біз оның тісті және жайпақ деп екіге бөлеміз. Тісті деп айталуының себебі неде? Тітіркендіргішті біз белгілі ырғақпен, яғни ритммен әсерін тигіздірдік. Оның жиілігі бар ғой. Сәйкесінше 5 немесе 10 герц мәндегі жиілікпен әсерін тигіздірсек, міне бұлшетті біз тітіркендірдік. Ол бізде жиырылды, сосын босаңсып отыр ғой. Босаңсып отқаннан кейін қайттан жиырылды, қайттан тітіркендірілді, жиырылды. Міне қайттан босаңсайын деп отырды да, бірақ қайттан жиырылды. Яғни 5 немесе 10 герц сайын біз осылай тітіркендіріп отыр деген сөз ғой. Соны сен бізде тісті болып келеді. Ол бізде көріп тұрсыз ғой, тіс болып тұр. Сол үшін біз оны тісті деп атаймыз. Немесе тісті сіресіп жиырылу деп атаймыз. Ал жайпақ неден айырмашылығы бар? 120 немесе көптеген басқа да үлкен шамадағы герцпен әсерін тигіздіріп отыр бұлшетке. Бұлшет амалсыз оған жауап беру керек. Былай болып тұр ғой, міне бұлшет жиырылды, міне босаңсыйын деп жатыр да, бірақ та артынан 2, 3, 4, 5, 6 тітіркендіргіші бірден әсерін тигіздіріп отыр да, ол босаңсымай қайттан бірден. Соның әсерінен ол босаңсымай солай түзу болып тұр. Сол үшін біз оны жайпақ, сіресіп жиырылу деп атаймыз. Енді осыдан бөлек бұлшеттің осы жиілікке жауап бере алуына байланысты оптимум және пессимум мәндерін біз ажыратамыз. Оптимум дегеніміз бұлшетке белгілі бір ырғақпен төмен жиілікті тітіркендіргіш әсер еткенде бұлшеттің жиырылу күші күшейеді. Ал егер де бұлшеттің жиырылу, яғни пессимум дегеніміз бұлшетке белгілі бір ырғақпен жоғары жиілікпен әсер ететін тітіркендіргіштің әсерінен бұлшеттің жиырылу күші әлсірейді. Түсіндіңіз бе? Яғни оптимум бұлшетке әсер ететін белгілі бір ырғақпен төмен жиілікті тітіркендіргіш әсер еткенде оның күші күшейеді. Ал егер белгілі бір ырғақпен бірақ жоғары жиілікті тітіркендіргіш әсер тигіздірсе, ол әлсірейді. Көріп тұрғанымыздай 10 герц әсерді, ол кәдімгі жиырылып отыр. 40 герцпен біз оны тітіркендірдік, ол күшейіп отыр. Оның күші күшейіп отыр. Бұлшет күшейіп отыр. Күшейіп, бірақ 200-400 герцпен біз әсерін тигіздіргенде, бұл тіптен біздің жасушамыз бар, бұлшетімізді қатты көп тітіркендіруінің әсерінен оның натрий каналдары даже ашылмай қалады да, и сол әсерінен просто жауап бермейді. Соған байланысты тіптен осы егерде 200 герцте ол бір шамасы жауап берсе, өйткені бүкіл сигналдар салыстырмалы рефракторлық кезеңге тисе, кстати, қозғалыштық алдыңғы сабақта болған. А егер 400 герцпен әсерін тигіздірсек, ол тіптен абсолюттік рефракторлық кезеңге түседі, соның әсерінен жауап тіптен бөле болмайды. Осымен болды. Келесі біздің сұрағымыз, ол бұлшеттің жиырылу механизмі. Біріншіден, бұлшеттің неден тұратынын біз еске түсіруіміз керекпіз. Бұлшеттің ол бізде мышечный пучки, яғни бұлшет лакуналардан тұрады. Бұлшет лакуналарының өзі не фибриллалардан тұратынын біз білеміз, сәйкесінше.
міне біз бұлшытты мысал ретінде алдық дейікші. Көріп тұрғаныңыздай жасыл түспен белгілі түтікшелер, ал көк түспен саркоплазмалық тор. Осы тормен және түкше миофибрилланы қоршап тұрады. А миофибрилланы миофиламенттер құрайды, яғни актин және миозин жіпшесі. Актин бұл бізде жіңішке жіпшесі болып табылады, ал сәйкесінше миозин ол жуан жіпшесі болып табылады. И сосын ядра. Ядра өйткені бұл көлден жоғақта бұлшытты біз мысал ретінде алдық деп елестетіңіз. Енді жалпы қалай механизмі өзінің жұмысын атқарады деген сұраққа келетін болсақ, міне схема көріп тұрғаныңыздай жасылмен ол бізде түтікшелері, ал көкпен саркоплазмалық торды көрсетіп тұрғанын сіз көріп тұрсыз осы жерде. Енді қалай жүзеге асырады жиырылу? Мысалы, біз қолымызды кеңістікте көтеріңіз келіп кетейікші. Жүйке жүйе біздің миымыздан, яғни адамның орталық жүйке жүйесінен, миынан, жұлынның бойымен бұлшықетке белгілі бір сигнал келеді. Импульс ол бізде түтікшелерінің бойымен таралады. Міне, түтікшелермен бойымен бүкіл жеріне таралады. Ол таралғанымен ол саркоплазмалық торға беріледі. Өйткені ол барлық қозғыштыңдер одан бөлек өткізуге тән болып келеді. Бұлшық бізде қозғыштың өйткені импульсті өткізе алады. Өткізіп саркоплазмалық торға сәйкесінше өтті сигнал. Сигнал өткеннен кейін бұл өз кезінде саркоплазмалық тордың ішіндегі кальций ион қорының саркоплазмаға, яғни бұлшықет жасушасының ішкі ортасына бөлінуіне алып келеді. Бөліне алып келгеннен кейін бұл осы саркоплазманың ішіндегі тропонинмен байланысады. Біздің кальцийіміз. Байланысқаннан кейін ол тропониннің конформациясын өзгертеді. И бұл өз кезегінде тропомиозин деген құрылымға барып қосылады. Ал тропомиозин болса, ол тыныштық күйінде миозиннің актинмен байланысуын жол бермейді. Яғни актиннің белсенді орталығының миозинмен байланысуына жол бермейді. Тропомиозин өз кезегінде актиннің белсенді орталығын ашады десек болады, немесе кері шегінеді десек те болады осы суретпен. Кері шегінгеннен кейін ол миозиннің басы осы актиннің жіпшесімен байланысып, нәтижесінде актин миозиннің басының бойымен сырғып өтеді. Сырғып өткеннен кейін ол бұлшықтар, яғни миофибрилланың Z дисктерін бір-біріне деген жақындатуын алып келеді. И соның арқасында бұлшықет қысқарады, немесе жиырылу процесі жүзеге асырылады. Сосын осы процесс кезінде міндетті түрде энергия талап етеді АТФ. Ол міндетті түрде қолданылады осы жерде. Миозиннің арқасында актинді миозин басының бойымен өткіздіру үшін міндетті түрде күш керек АТФ. Енді адам міне бұлшықетін жиырылу кейін босаңсу механизм болу керек қой. Иә, дұрыс. Босаңсу кезінде тропомиозин өзінің орнына қайттан оралады. Көріп тұрғаныңыздай, актиннің белсенді орталығын өзімен бітеп тастайды. Ал саркоплазма ішіндегі кальций иондары қайттан саркоплазмалық торының ішінде орналасқан кальций сорғысы, яғни насос арқасында олардың ішіне қарай қайттан сорылады. Соның арқасында тропонин қайттан өзінің бастапқы күйіне айналады. Айналады дегенде айналмайды, тропонин қолданып кетеді. Просто басқа тропониндер қайттан өзінің конформациясын өзгертпейді. Өйткені кальций саркоплазманың ішіне концентрациясы азайып баратыр. Саркоплазмалық торының активті транспорттың арқасында. И соның арқасында кальций қайтан өзінің торына, яғни цистерналарын жиналады да, и бұлшықет босаңсиды. Сосын есте сақтаңдар, босаңсу кезінде де АТФ жұмсалады. Болды.
болды. Келесі біздің қарастыратын сұрағымыз ол бұлшықеттің физикалық қызмет көрсету, яғни бұлшықеттің физикалық қызмет көрсеткіштері. Екі көрсеткіш ажыратамыз, ол күш пен жұмыс. Бұлшықеттің жиырылу күші деп, бұлшықет жиырылғаннан кейін көрсете алатын кернеу немесе тарту күшін біз атаймыз. Жалпы күшке әсер ететін бірнеше параметрлер бар. Біз жаңа айтқан оптимум мен және пессимум. Оптимум дегеніміз ол бұлшықетке белгілі бір ырғақпен баяу жиіліктегі әсер ететін әсерінен бұлшықетінің күшею, жиырылу күшінің күшеюі деп атадық. Сондай сияқты жиілік, белгілі бір тіркендіргіштің жиілігі де әсерін тигізуі мүмкін бұлшықеттің жиырылуына. Ол біріншіден. Екіншіден, бұлшықеттің жиыруына одан бөлек тіркендіргіштің күші де әсер етуі мүмкін. Егер де бұлшықет одан бұрын минималды бір, біз білеміз табалдырық мәні, бұл тіннің қозуы үшін қажетті ең минималды тіркендіргіштің күші. Егер табалдырық мәнде қозып отыр, жиырылып отыр, дұрыс, қалыпты жағдайда жиырылып отыр. А егер де біз табалдырық мәннен жоғары мәндес кішкене көбейтіп тұрсақ, біздің тіркендіргіштің күші, онда бұлшықеттің күші соған пропорционал өсіп отырады. Яғни, егер де табалдырық мәнінен бастап ол жиырылып, сосын босаңсыса, біз осы табалдырық мәнінен жоғары мәндегі күшті тіркендіргіш әсерін тигіздірсек, оның күші пропорционалды түрде оған өседі бұлшықетінің. Бірақ та біз білуіміз керекпіз. Осыған байланысты бұлшықетінің жиырылу күші тіркендіргіштің белгілі бір мөлшерін ғана сезе алады, қабылдай алады. Егер де оның күші бұлшықеттің сезе алу қабілеттілігінен жоғары болса, онда ол тіптен сол шегі, яғни максимумға жетеді, одан жоғары көтере алмайды. Соған байланысты бұлшықеттің жиырылу күшінің максимум және минимум күші белгілі. Минимум жиырылу, яғни жиырылу үшін қажетті ең минималды күш, ал максимум сәйкесінше қабылдай алатын тіркендіргіштің күшіне байланысты болып келеді. Енді келесі ол жұмыс. Бұлшықеттің жұмысы екі типте болуы мүмкін. Ол бізде статика және динамика. Динамика, мысал келтірсек кішкене оңайырақ болады. Динамика ол белгілі бір ауыр затты бір точкадан, яғни бір жерден екінші жерге тасымалдау. Ол бізде динамика. Ал статика дегеніміз ол белгілі бір затты көтеріп ұстау. Оны біз статикалық жұмыс деп атаймыз сәйкесінше. Келесі біздің сұрағымыз ол бізде қажу. Қажу дегеніміз бұл бұлшықеттің белгілі бір ұзақ мерзімде немесе жиі жұмыс жасау барысындағы жиырылу күшінің төмендеуін атаймыз. Бірақ та пессимумнан қандай айырмашылықтар бар? Былай қарасаң, екеуі де бұлшықеттің жиырылу күшінің төмендеуіне алып келеді. Екіншісі мүлдем жоқтығына. Бірақ та қажу кезінде бұлшықетте екі процесс орын алады. Біріншіден бұлшықеттің ішіндегі биохимиялық өзгерістер орын алады. Және екіншіден контрактура орын алады. Контрактура дегеніміз бұл бұлшықеттің жиырылған күйде қалады, бірақ босаңсымайды. Яғни, былай қарасаңыз, жиырылу күші болмайды. Дұрыс, өйткені бұлшықет жиырылып тұр, бірақ босаңсымайды. Сәйкесінше оны контрактура деп атаймыз. Ол ілесіп отырады қажу процесімен бірге. Енді қажу процесін не туындатады деген сұраққа жауап беретін болсақ, үш негізгі себептері. Ол бізде АТФ жетіспеушілігі, екіншісі сүт қышқылының жиналып қалуы бұлшықтың ішінде, немесе оттегінің жетіспеушілігі. Енді қалай олар алып келуі мүмкін? АТФ-тің жетіспеушілігі. Адам белгілі бір қолайсыз жағдайларға түсті дейікші, тамағы жоқ жерге түсті. Тамақ жоқ жерден бізде энергия бөлінбейді. Энергия бөлінбегеннің әсерінен бұлшықтер жиырылып қалады да, бірақ босаңсымайды. Яғни контрактура орын алады. Жалпы адам өлгенде де сондай орын алады. Оны өліктік контрактура, трупное окоченение дейді, жазбасам, осындай процесте адам өлгеннен кейін. Өйткені кальций бөлінбейді, энергия бөлінбейді, соның әсерінен
жиырылады да, бірақ босаңсымайды соған сәйкес. Сүт қышқылының жиналуы. Сәйкесінше ұзақ уақыт жұмыс істейді, АТФ бөлінеді. АТФ бөліну үшін глюкоза деген зат ыдырау керек. Ол ыдырауының нәтижесінде сүт қышқылы да бөлінеді. Адам соншалықты көп жұмыс жасайды. Допустим, бір марафондық жүгіретін адамдар бар. 42 километр жүгіретін адамдар бар. Оларда ең маңызды көрсеткіш, жалпы бүкіл марафонды жүгіріп өту үшін, ол сүт қышқылының, яғни анаэробты зат алмасу барысындағы сүт қышқылының маңызды рөл атқарады. Егер жиналып қалса, егер ол шегінен тыс болса, олар уже қайттан жүгіре алмайды. Өйткені бұлшықтар тысып қалады да, сәйкесінше жиырылады, бірақ босаңсымайды. Соған байланысты жүгіру процесі қиындатылады. Сол үшін олар сүт қышқылының жиналмауына өте көп назар аударады. Мысалы, көп марафонды жүгіретін адамдар. Келесі оттек жетіспеушілігі. Мысалы, таулы аймақтарға өттік дейікші бір, ол жерде бартсалдық қысым төмендейді, сәйкесінше тыныс алу қиындатылады. Қиындатылған нәрседен бізде оттектің жетіспеушілігі орын алады, а облыс өз кезегінде ішіме, яғни оттек жоқ, адам тұншығып отыр. Соған байланысты клеткалардың ішінде анаэробты гликолиз орын алады. Анаэробты гликолиз өз кезегінде сүт қышқылының 2 есе көбірек жиналуына алып келеді. Соның әсерінен биохимиялық баланс өзгереді, АТФ жетіспеушілігі қайттан орын алады, сәйкесінше адамда контрактура орын алады. Немесе сәйкесінше бұлшықтың қашуы. Осымен болды.